ойын ойнаймыз. Ал сендер білесіңдер ма? Олай болса, осы қанталапай ойынын бізге Алдиярдың әкесі сендермен бірге түсіндіріп ойнайтын болады. Жарайды ма? Ал балалар, саламатсыздар ма? Менің есімім Жандос болады. Бүгін біз сіздермен білесіңдер ме қандай ойын ойнаймыз? Қанталапай ойын ойнаймыз. Қанталапай ол қазақтың ұлттық асық ойыны. Енді сіздерге мен ойын шартын түсіндіріп өтейін қысқаша. Менің қолымда көп асық бар, көрдіңдер ме? Осы көп асықтың ішінде бір ерекше асық бар, қызыл түсті, ол хан асығы деп аталады. Хан асығы. Осы хан асығы кімнің қолына түседі, сол бала бірінші болып ойынды бастайды. Сондықтан мен қазір ортаға талапай, табылды ойын, алақай деп айтып бірге асықтарды шашып жіберемін. Сендердің мақсаттарың асықты көбірек жиналау, өздерінің ормаларына салу. Талапай, ойын алақай. Ал енді кімде қанша асық бар екен бірге санайық. Кімнен бастаймыз бірінші? Ең бастаймыз. Көрсетеу асықтар барлық шаш. Балалар көріндер ме? Мөлдірде хан асығы бар екен, сондықтан мөлдір біздің ойынымызды бірінші болып бастайды. Ал қане түсіп шығыңдар. Ал дәрмандар түсіп шығыңдар. Ал дәрмандар бір асығын алып қалдың ба? Алып қалды. Ені қалған. Тегіз асық. Ай, мөлдір тегіз алмай қалды. Жақсы, келесі бізде. Көздері кішкене отырған. Ай, кішкене қисық кетті, не? Келесі кім ана? Рамазан. Бір асық. Ой, молодец, жинап өзінің асықтарды. Ой, молодец, ана үйден ала ғой. Ай, молодец. Ерназ? Ерназ. Ой, молодец, Ерназ, ал абай. Асықтарды жинай ғой. Тағы. Ой, молодец, екеуі жинай ғой. Адағасын, сол ақыры. Ой, молодец, біздің расулдар алады. Мына жерде ағасы. Тегіз. Көзде бар. Ал, көзде. Ой, молодец, ала ғой. Ал, балалар, біз қанталапай ойынның соңына жеттік. Енді бізге асықтарымызды санап, жеңімпазды анықтау керек. Ал енді балалар, ең көп жинаған мына бізде Алдияр болып шықты. Алдияр осы ойынның жеңімпазы болды.